Біреу кедей болса, ол бір адал болған үшін кедей болып жүрген сияқты. Қазіргі байларға соларды бір үлгі қылып көрсету керек. Халықты сендіреміз дейді да, қазақша орысша қылып өте тым сөйлетіп жібереді. Бейшара біздің балаларымыз қазір көретін нәрсе үшін мен өте аз тапшы. Неге бәріміз кассаға алып кеттік? Неге бәріміз фестивальға алып кеттік? Мыналар кино емес, вайн суреттеп, мыналарды кінәлайды. Байлар кепілдік беріп бір жақты шығарып алған. Ол адамдар кім болды екен, неге атылды екен, неге өлді екен деген. Одан сен бір кедей болып қалмайсың, қосымша бір жұмыс істегенмен де. Керісінше байытуы мүмкін сен. Әлі жүретін Ахметті түсірмей жатып, қалай сен ұшыратын Ахметті? Не бытшытып қалсың ғой сен? Армысыздар тыңдарман, армысыздар көрермен. Бүгін подкасттың бүгінгі қонағы режиссер, сценарист Мұрат Есжан. Абай жолы, ұлт ұстазы, Оян қазақ сериалдарының авторы. Сол сериалдарды түсірген режиссер әрі сценарист. Қош келдіңіз. Сізбен тілдескенімізге қуаныштымыз. Енді сізге ең алғашқы сұрақ, осы Алашорда дегенде неге ең бірінші осы Міржақыптан, Ахметтен бастадыңыз сериал түсіруді? Енді бұл жерде бір атап айту керек, бұл біз Алашордаға кірістік деп бір бастап кіріскен жоқпыз. Біз бұл бір жағынан кездейсоқ, бір жағынан мақсатты түрде болған нәрсе. Бұған алып келген бізді Абай жол деген проектіміз біздің. Абай жолы ол Абайдың 175 жылдығы қарсаңында жасалды хабар агенттігінің тапсырысымен. Ол жерде біз Абайға Мұхтар Әуезовтің Абай жолы роман жазу процесі арқылы кіргіміз келді да. Сол бағыт таңдадық. Соның ішінде жаңағы көбірек сол оқиға, көбірек сол мынау 20 ғасырдың алғашқы кездерінде, ортасында репрессия кезеңдерін қамтиды да. Мұхтар Әуезовтің жаңағы Абай романына дерек іздеп жүрген кезі, оны баса алмай жүрген кезі, цензураға ұшырағаны, қудаланғаны, соның бәрін қамтыдық. Процесс, иә. Сөйтіп сол кезде, бірақ оның ішінде Абай да бар. Мен енді сол жобаны алғаннан кейін мынандай менде бір ой болды да, егер осы бір биіктен, осы бір челлендж дейді ғой, өтіп алсақ, ол жерде совет кезеңі де бар, ол кезде мына революцияның алдындағы кезеңдер де бар, ол жерде анау 19 ғасырдың екінші жартысы Абайдың өмір сүрген кезеңде бар, киіз үйдегі атпен жүрген. Сол кезеңдерден аса ары қарай бір жол ашылатын сияқты болып өзіме көрінді да. Бірақ негізі өзім түпкі ойымда Ахмет Байтұрсынұлы тұратын қашанда да. Өйткені ол тұлғаға бір ерекше тәнті болатын. Ана өзі фильмде былай ғой, адам өзіңе бір сұрақ болады. Сол сұрақты шығармашылықта, басқаларда да солай шығар деп ойлаймын. Сол шығармашылықта әуелі өзіңе қоясың. Соған жауап іздеп отырып, соған жауап бере отырып, жаңа дүние шығады. Сонда жаңа Саңғытовтың осының бәріне сіз қалай үлгердіңіз деген сұрақ, ол менің сұрағым да, негізі өзімнің сұрағым. Сол мен ойландыратын, қалай үлгерді, қалай осының бәріне қабілеті, дарын жетті, қажыры жетті деп. Оның бір басында деректі фильм болатын шығар деп ойлап, өзіммен алып жүрген бір идея емес, бірақ Қазақстан телеарнасы осындай тапсырыс алған екен. Сондай өздерінің жобалары бар екен. Сонымен мен жаңа ойыммен ол кісілердің жобалары сәйкесе кетті да, сөйтіп осы тақырыпқа кірісе кеттік. Бұл жерде таңдау болған жоқ, мен надан бастайын, Алашордадан бастайын деген. Ахмет бастап кеттік. Одан кейін бар жаңағы ары қарай Ахметтен кейін өзі Міржақыптың өзі несі көріп тұрды өзі. Ал енді барлығында қызығы, ол сценарий жазу бұл жерде оңай болмаған көрініп тұр да. Өйткені қанша информация ана жерде біз білгеніміз бар, бұрын ашылмаған тақырыптар болды деген сияқты. Осы ұлт ұстазы, Ахмет ұлт ұстазында соны жазу процесс кезінде қанша уақыт сценарийді жазуға дайындыққа кетті алдын ала. Ал Оян қазақта қанша уақыт кетті? Қалай дайындалдыңыздар? Енді уақытты айту қиын, өйткені бізде кинофонд деген бар ғой, сериал емес кәдімгі үлкен кино. Соған да Ахметті ұсынсақ па деп Ұшқын Сайдрахман досымыз екенбіз ойланып жүретінбіз, бір идеялар қарастырып жүретінбіз. Мына жағынан келуге бола, мына жағынан келуге бола ма деп. Сөйтіп ол жердегі бір былай моральдық дайындық сол кездерде болған сияқты да. Ал нақты біздің кірісіп, ал міне деп кіріскеніміз ол наурыз айы. Сонда наурыз, сәуір, мамыр, біз сол жаздың басында бітіруіміз керек болған 3 айдың ішінде.
бізде тағы да созылды. Сөйтіп осы не басталғанша, тамыз басталғанға дейін біз сценарийді қырнай бердік қой. Жаңа ақпараттар келе берді, қоса бердік, алатын ала бердік. Сөйтіп жаңағы Ұларбек Нұрғалымұлы бар, жаңағы Ұшқын бар, кеңесшіміз. Сөйтіп жаңағы өте көп неден өтті. 7 драфт болды. Қайта өзгертіп, соған осы адамдарға жіберіп оқытып, сондай бір дайындықпен келдік деп айта болады. Ол негізі үлкен кино, былай әлемдік теорияда ол аз, негізі жылдап жазылады. Бірақ біздің қазақстандық тәжірибе үшін ол көп. Өйткені бізде көбінесе ал түсірді мына күні, ал бізге мына күні сценарий керек дейді да, соған патырлап тез жазады. Біз енді кішкене сол өзіміздің теориялық білімімізді осы жерге салуға тырыстық. Дайындық ұзақтау болды. Дайындық салыстырмалы түрде ұзақ болды. Қанша мәлімет жинап оқыдыңыздар? Қанша кітап, кино деген секілді несі бар? Мынау Ахметұлы ұстаз біткен кезде соңында біз әдейі не бердік. Ол абайда да сөйтіп бергенбіз. Айтылған әдебиеттер тізімі деген бергенбіз. Бұл бір жағынан авторларға деген құрмет, екінші жағынан өзіндік бір енді бір ерекшелік болсын деген сияқты. Неге бермеске, басқа мақала жазсаңыз, басқа дүние жазсаңыз, сіз пайдаланған әдебиет қоясыз ғой. Аспаннан алған жоқпыз. Ол да біреулердің еңбегі, біреулердің көз майы. Сол жерде бізде қателеспесем бір 40 шақты, 37 ма, 38 ба әдебиет бар. Соны ол оқыған емес, ол ішінен қандай да бір нәрсе пайдаланған деген. Оның сыртында жаңағы бір грамм алдын алу үшін тонналап кен қазылады ғой. Сол секілді ана жерден, мына жерден әйтеуір Ахмет болуы мүмкін деген жердің барлығын қарауға. Бір кітаптан кішкентай ғана информация болуы мүмкін. Иә, бір кітаптан кішкентай ғана бір информация. Мысалға, мен өзім бір қатты қуанатыным, бір кітап болды, қазір ұмыттым. Енді біз оқыдық, соңына тақап қалды. Енді болған шығар деп жүрген кезде, жаңағы бір кітаптан мен ол енді анандай бір өмірбаяндық кітап емес, бір талдайтын бір болады кітаптар, осыдан бір өміріне қатысты нәрсе жоқ деген сияқты. Сол оқып отқан кезінде Ахмет Байтұрсынұлы 22 жылы күзде Ташкентте 50 жылдығын жасап береді өзінің шәкірттері. Сол кездегі Ахмет Байтұрсынның сөзі бар екен, ол мен басқа жерде кездестірген жоқпын. Сол сөз кейін сценарийге қосылып, Ахметтің 50 жылдығын өзінің аузына салынды. Маған бір ұнайтын тұстарының бірі сол болды да, мысалға. Сол жерде жаңағы Ахметтің айтатын, мен қарапайым ғана мұғаліммін, алған оқуым көп емес, аз, бірақ сол аз білімді қалай көптің пайдасына жұмсасам деп ой кешкен адаммын. Сендер де осыны істей аласыңдар, бәрінің қолдарынан келеді, мен соған сенем деген керемет сөз сөйтіп табылған, мысалы. Иә, осы сөз демекші, екі сериалда жаңағы мәтіндеріне байланысты бір ерекшелік байқадым. Ахмет ұстазын көріп отырған кезде онда айтылған сөздер қазіргі тілмен түсінікті, бірден түсінесің. Ал оян қазақта әдеби сөздер, көркем әдеби сол кезеңдегі сөздер, мысалға қазият деген сөз болды да, мен басында көріп отырған кезде басында түсінбедім да, қазият деп айтылып жатыр, сосын қайтадан артқа жіберіп, астында орысшасын оқып, сосын барып, газет екен ғой деп. Қазит. Иә, қазит деп айтқан кезде. Сол кезде сөйтіп қайтып қарадым да. Сосын сол айырмашылық басқаша анау тілдік жағынан. Сіздер соған әдейі мән бердіңіздер ме? Не үшін екеуінде сәл айырмашылық болып тұр? Білмедім, негізі жазған сол бір адамдарымыз ғой енді. Салыстырмалы түрде көбірек кездесеміз. Мүмкін біз Базарбектің аузына әдейі сондай сөздер көп салдық. Өйткені ол өзінің сөзі емес, ол жаттап алған, оқыған сөздері ғой. Сондықтан соны ол айшықтап өзін міржақып көрсету үшін сондай сөздерді әдейі көп қосады. Өзін мысалы ерекшелеп міржақып екеніне сендіру үшін. Сондықтан бастап көрген адамдар, мынау неге сонша әдеби сөйлеп отыр, мынау неге сонша ескі сөзбен сөйлеп жатыр, өйтіп сөйлемеген ғой деп ойлайды да, кейін түсінікті болады ол өтірік істеп жүрген. Мүмкін сол жағынан бастаған кезде бір қабылдау солай болған шығар, әйтпесе ондай бір арнайы мынаның тілін былай жасайық, мынаның тілін былай жасайық деген нәрсе болған жоқ. Мүмкін біздің енді тілдік қорымыз көп екен шығар, ескі сөздерге. Ұларбек ағамыз жанында енді өзінің мақалаларын оқып, Міржақыптың, Ахметтің, кейде бізде мысалы бір актерлар дауласпақшы болды, мынау қалай, мынау не тіл мынау деп. Мынау өсіп сөйлейме адам деген сияқты. Сосын біз мақаланы әкелеміз, міне. Сіз кім Ахметтен егер ақылды болсаңыз, онда өзгертіп ала қойыңыз деп. Жоқ, болды деп. Ондай нелер бар. Бірақ бізде негізі енді
мынандай бір стереотип бар ғой, тарихи кино десе сәл сөздері сондай әдеби болып кетуі мүмкін, сол үшін жастар көре алмайды, соңына шейін жеткізе алмайды деген сияқты ой болады да. Бірақ осы екі сериалды көрген кезде де иә, әдеби сөздер бар, бірақ ол түсінікті де, ұғынықты. Ары қарай көре бергім келеді, қызық та, тілі барлығы бізге ұнады. Мені көрдім, менің жан-жанымда осындай адамдар бар, көрген жастар бар деген сияқты. Содан кейін жаңа стереотип жаймен жойылып келе жатқанын түсінуге болады. Әлде бұл қазіргі таңда мысалы осы қазақ тіліне деген сұраныстың көбейгенінің әсері ма? Жан-жағымыздың барлығында қазір ұялмай қазақша сөйлей беретін болдық қой. Бұрын қазақша жаңа даяшыға сөйлеуге десеп қорқып тұратын едік. Қазір ондай емес. Өзіміздің ұсынысымызды болсын қазақша бірден пікір білдіре аламыз. Мүмкін соның әсері деп ойлайсыз ба? Қалай ойлайсыз өзіңіз оған? Енді менің өзімнің жалпы осы кино жасап жүрген кездегі бір ұстаным, ең алға қоятын нәрсе, адамдар сену керек оған. Мынау suspension of disbelief деген ұғым бар да. Яғни неверияны, адамдардың сенімсіздігін тоқтатып қоюың керек сен. Адамдар бұның кино екеніне, немесе осы 20 ғасырдың адамдары жасап жатқан, әуезов театр актерлары ойнап жатқан дүние емес, шынымен де сол нәрсеге сену керек. Оған көмектесетін нәрсе, мысалы киімді сол үшін кигізесің, сол үшін декорация жасайсың, сол үшін локацияға апарасың. Енді сөйтіп тұрған кезде оның тілі не тым әдеби болып, тым театралды болып, адам айтпайтын сөздер болса, немесе керісінше тым заманауи болса, оның сол кезде болып жатқан адамдар бірден жаңағы сенімсіздігі күшейеді. Сол үшін біздің былай неміз қойған мақсатымыз да сондай болды да, ана сөз қарабайыр болмау керек, бірақ қарапайым болу керек. Ол тым бір адам айтуы мүмкін еместей болмау керек. Адам тап сол сәтте соны айтып тұратындай бір өте күрделі, өте философиялық, өте көркем, шұбалаңқы, құрмаласты болмау керек. Бірақ анандай тым жұтаң осы бізбен сіз сөйлеп жатқандай тақтықта болмау керек. Бұл енді тілі деген кезде біз Ұларбек ағамыздың енді еңбегін, қабілетін, талантын айрықша атап кету керек та. Ол кісі жалпы өзі де сондай адам да. Ол өмірде де ондай жаңағыдай жай айтқан сөздерінің өздері сондай бір қайсы ауқымды болып тұрады. Сондықтан сол қабілеті сол неде көрінеді. Және біз ана кісілердің сөздік қорларын аламыз, бірақ дәл мақаланы аузына салмайсың, өйткені ол мақала, ол біреудің отырып ойланып жазған сөзі. Сондықтан ана айтып жатқан адам сол сәтте айтып тұрғанына адам сену керек. Және оны Ахмет бір жақпай айтып тұрғанда сену керек. Сондай бір өте қиын тапсырма болды біздің алдымызда. Онымен жақсы, Ұларбек ағамыз жақсы сәтті шыққан сияқты. Сәтті іске асырды. Ал енді жаңа сіз айтып отқан кезде ойыма түсіп отыр. Қазір кино, біздің қазіргі кинода комедия болсын, басқа болсын, халықты сендіреміз дейді да, қазақша орысша қылып өте тым сөйлетіп жібереді. Қазақша орысша, өйткені халық ол қазақ таза қазақшаны түсінбейді, ол өйткені олар өйтіп сөйлемейді ғой деген сияқты ой болады да. Осындай бір не болып қалады. Бұған көзқарасыңыз қалай? Негізі қазақша орысша деген бұл қашанғы жалғаса береді деген сияқты нәрсе ғой. Осы сұрақ менің өзіме де былай негізі сұрақ, мен біраз алдында посттарда жазып жүрдім. Өйткені бұрын мен бір заманауи сериалға сценарий жазғам, комедия. Сол кезде жаңағы тым қазақшалаған кезде маған да сенімсіз болып тұратын да. Уже, просто деген сияқты бір сөздерді қосқым келіп тұратын. Бірақ былай қарап тұрсам, ол бір оңай жол сияқты да. Ал негізі сәл кейде байқайсың, ондай сөздерді қоспай-ақ, кәдімгідей өмірдегідей болып жатқан нәрсені байқайсың. Сонда мәселе ол сөздің құрамында емес екен. Ол мәселе сөздің құрылымында екен. Жаңағындай осы қазақша сөздермен-ақ, бірақ сондай мысалға әзірге деген сияқты, қалайса бір әмиян кім айтып жатыр ғой? Маған айтты, Мейіржан деген бір блогер бар ғой, сол киноға шақырды, сосын бір қарақшы келеді, әмиянды шығар деп айтады деп ше. Ол қалай өзі қарақшы болса, ол қазіргі заманда болса, біреу көшеге барып әмиянды шығар деп айтпайсың ғой деп айтып жатыр. Иә, сол жерде енді сол жерде әмиян деп те айтқызбай, портмоне немесе деп те айтқызбай, бумажник деп те айтқызбай,
бір жолын табуға негіз болады. Қалтаңдағын шығар деген иә, сияқты. сол жол, ол мына жаққа да кетпей, мына жаққа да кетпей, бір ол қиындау да. Бірақ сол нәрсені істеу керек екен. Сол кезде сен былай айтпайды ғой деп те ой тумайды, мынау шұбарлап жатыр ғой деген де ой тумайды. Бізде қазіргі нелердің өзі, ана сөйлемдерінің өзі кәдімгідей, өмірде біз бастауыш, баяндаушпен, жаңағы толықтаушы өз орнында қоймаймыз ғой, бізде араласып жүреді. Сонда бір ауызекі тілдің өзінің бір нормасы бар да. Оның өзінің бір әдеби нормасы бар. Мысалға, Голливудтың фильмдерін қарасаңыз, небір ақылды сөздер айтады ғой. Бірақ ол ақылды сөздерді олар бір Шекспирдің тілімен айтпайды, қарапайым сөздермен айтады. Өздеріне жарасымды сөздермен айтады. Сондықтан біз өтіп кетеді ол нәрсе. Бұрынғы біздің киноларда да, Қожада да мысалы, Қожа фильмінде де ешқандай орысша қоспай-ақ, немесе ешқандай бір кітаби нәрсе қоспай-ақ экранизация болса да, аналардың айтқан сөзі әлі күнге дейін жаңағы біздің құлағымызда тұрады. Сен ат емес, мен ата деген сияқты мысалы. Сол ғой. Шынымен негізі солай үйлестіруге болады, бірақ оған үлкен еңбек керек. Иә, оған жаңағы тілді білу керек, жетік білу керек. Оны жазып отқан адамның өзінің бір багажы болу керек. Жаңағындай көркем әдебиеттен хабары бар болу керек. Қазақтың бұрынғы тілінен, ауылдың тілінен, ауылдың говорынан, әуезінен адамдар қалай сөйлейді, үлкен кісілер қалай сөздерін құрастырады, содан несі болу керек. Оны өзі құлағында есту керек жазып отқан сөзін. Мынау айтылғанда қалай болады деп. Көбінесе орысша жазылып, қазақша аударылып, сол бойы кетіп жатқан нәрселер ол адамға. Сосын бізге айтады, актерлар ойнамайды дейді. Актерлар әрине ойнамайды, ондай ауызға сыймайтын сөзді. Актер ол құлпыртамайды. Ал сөзің дұрыс болса, ол актер алып шығады. Сөзсіз алып шығады дейсіз ғой. Сөйлем деп айтып жатырмыз ғой, қазақшадан орысша деп. Сол сәтте Ахмет Байтұрсыновтың сөздерді ойлап тапқан есіме түсіп отыр да. Келіншек айтады, аударайық та деп, бір сөйлем деген сөз шығару үшін предложениеден қалай аударсақ болады дейді. Сол кезде айтады, жоқ, біздің өзіміздің төл сөзіміз болу керек. Оған ойлану керек деп, сол жерде сөйлем деген сөз шығарады ғой. Негізі бұл нәрселерді біз кітаптан бұрын оқыдық. Бұл білім бар, яғни оның тілді, сөздерді ойлап шығарған білеміз, бірақ сол экраннан көрмегесін бізде визуалды түрде, аудио түрінде біздің есімізде қалмағанда, ал ананы көргеннен кейін есімізде тұрады. Мына сөйлем деген сөзді Ахмет шығарған деп, андай миыңда тұрады да ол нәрсе. Тағы бір қандай осындай дүниелер болды деп ойлайсыз, бір халыққа осы нәрсе жету керек еді, сол жетті деп ойлайтындай. Бұл да жаңағыдай мен ойлайтын, сол Ахмет деген кезде бір кісі ауырып жатыр дейді ғой, өзі қатты ауырып, кәдімгідей хал үстінде жатыр. Сонда жаңағы өзінен өзі, ай ақын, одағай деген сөзді қайт тапты екен дейді да. Таң қалып отыр дейді да, одағай деген сөзді қайт тапты. Осы сияқты менде сондай қызық болатын. Қалай осылар сол сөздерді бір ойланып жүрді ме екен, ойына сап ете қалды ма екен, бірдеңені іліп алды ма, отырып ақылдасты ма екен, бір-біріне айтып, андай сөз бар деді ме екен. Маған қызық. Оның жауабы жоқ. Өкінішке қарай бұл кісілер туралы естеліктер де жоқ, детальды, жаңағындай бір көркем шығармалар да жоқ. Тек қана архивтер, құрғақ мәліметтер ғана ғой. Сондықтан жаңағындай нәрсені мүмкін осылай болған шығар деп ойлап табуға тура келді да. Тұрлаулы деген сөздер естідіңіздер. Тұрлаулы дегенде мысалға тұрлаулы мүше, тұрлаусыз мүше. Негізі ол жаңа главный, второстепенный деп нетеді ғой, былай мүлде келмейді да, ол басты деп аударылу керек қой. Сосын енді әндерде бар ғой, тұрлаусыз, тұрлаулы деген. Демек содан алған шығар, естіп қалған кезде сөйтіп миына келген шығар деп, бәрібір өзіміздің кішкентай ақылымызбен тапқан нәрселер. Былай ақылдасқан шығар. Сөйлем дегенді де енді былай логикасын оны ешкім түсіндіріп берген жоқ, бірақ жаңағыдай шым-шым, шөкім деген сияқты нәрселердің құрылымымен әкеліп бір сөйлеп тастаған кездегі нәрсені бүйтіп бір шымшып алғандағы сияқты да, сөйлем деп тапқан шығар деген сияқты біздің бір қиялымыз ол. Мен ойлағам, мындай мүмкін информация болды, бірақ ол бізге жетпеген шығар деген ой болды. Бізге көп информация жетпеген ғой. Мен жоқ, ана жаңа сөздердің шығуының өзінің бір несі болды деп ойладым мен, тарихы. Жоқ. Мүмкін әлі табылатын шығар, бірақ қазір олардың қалай өмір сүргендерін бізге көп нәрсесі беймәлім. Аз ғана деректер бар. Сол деректерді құрастырып отырып, бір ізін шығаруға тырысамыз. Бұның өзі киноны зерттеп жүріп, тағы бір нәрсені зерттеу болып тұр ғой, сол жерде мысалға жаңа сөзді ойлап тапқанның өзін сіздер зерттеп шықтыңыздар ғой. Мысалға сол кезде шым-шым деген сөз болды деген сияқты. Иә. Қазір таңғалып отыр, мен ондай информация бар болды деп ойладым.
шым-шымды сөйлем деген сөздің табылуының өзінің информациясы болды, бірақ ол бізге жетпеді деп сіздер соны тауып алды деп ойлағанмын. Ол ең бірінші жазылған сахна сол болатын негізі. Ең бірінші әдеп бастаған кезде неден бастаймыз, қалай бастаймыз деген кезде өзіміз карантиннің кезі өзіміз ауырып қалдық немен коронавируспен, сол изоляцияда жатып басталған сол. Таңғаларлық. Сосын осындай сәттер негізі өте көп детальдар ғой, барлығы қарап тұрсаң бір кино сияқты көріп шығуға болады, бірақ есіңде қалып қояды. Әсіресе көзілдірігім деп айтады ғой, сол кезде басып сындырып кетеді, ұстап алып бара жатқан кезде абақтыға. Сол сәт мысалы қарап тұрсақ ең керек заты ғой, ол кісінің көзілдірік ең керек заты. Сол жерден жылағың келеді да, деп не деген оңбағандық деп сол нәрсеге болады, сен жек көріп кетесің да оларды алып бара жатқан кезде. Сосын тағы бір сәт болды, атқа Міржақыптың киносында, Оян қазақта Міржақыптың атпен күшті байланыстырасыздар. Ол сол жануарды жақсы көргенін, ол кісінің жаңағы қиындық кезінде ол босанып қорасынан шығады ғой, сол сәттер, осындай нәрселерді негіздер алдын ала дайындайсыздар ма? Мысалы, осылай болу керек, осы деталь ерекше болу керек деп, әлде оның бәрі сценарий барысында өз-өзінен пайда бола ма? Ол бағанағындай ғой, бір фабуласы құрастырылады, бірдеңе жазылып кетеді, сосын барып қайтадан бір кезде бір кішкене деталі қосылады деген сияқты. Бұл атты біз сол жазып жүріп, оқып жүріп, сөйткен кезде Қайсар Әлімбек деген кісі бар. Сол кісімен кездестік. Бұл өзі сол Міржақыптың былай тікелей ұрпағы болмаса да, бір рулас, ағайындас ұрпағы, жазушы. Сол кісінің Міржақып өз кітабы бар. Гүлнар апайымыз туралы кітабы бар. Соның ішінде сол жаңағы нені айтады, Алакөз деген аты болғанын айтады. Гүлнар апайдың естеліктерінде де бар. Менің әкем жаңағы атпен баратын жұмысқа, сөзі мен бірге ілесіп кетейінші деп сұрайтынмын. Біздің үйіміз жапсарлас тұратын, мына бөлігінде Ахмет атекемнің үйі дейді, біздің үй дейді, Ахмет фаэтонмен барады. Соның арбасының есігіне тұрғанына қарап, үйінде емес екенін білеміз дейді. Әкем атқа мініп барады дейді. Сосын әкем атпен бүкіл Қазақстанды шарлаған адам дейді. Атпен барған дейді, бүкіл барған жеріне. Сонымен атқа, қазақтың жігіті біріншіден қалай болғанда да ол атқа атпен етеді екені ол түсінікті. Оның ішіне Міржақып әсіресе өзі сондай жігітшілігі басым, өзі қол бастаған әскери адам ғой бір жағынан алып қараған кезде. Сондықтан осы аттың несін енгіздік, линиясын енгіздік. Жаңа қоштасу сахнасында өлтіріп тұрып жазды, Ұларбек ағамыз өзі жылап жүріп жазды. Кейін бір күні осы түсірілім басталайын деп дайындық жатқан кезде кім жазып жіберді, ат жарып шықсыншы деп нені. Соңғы күннен кейін ол болмаған, ол жарып шығатын сахнасы болмаған. Ол тек қана былай шауып барату керек болған, бірақ қалай шауып соның алдында жарып шығу керек деген нәрсесін. Оны да енді біз Спилбергтің жаңағы қайда военный конь ба, сол фильм дегенде бір керемет қылып жарғанын елестетесің, түсіргің келеді, бірақ қол байлау оның бәріне мүмкіндігім жетпейді. Сосын айтар өзі шамамыз шығарған несін жарып шығардық. Бірақ әсерлі болды сол жер шынымен. Иә, ол кейін бір өзінше бір өзінде рөл ойнады ол жерде. Сосын кім Саңғыдов ұйықтап жатқан кезде Масаның ызыңы сол сәтте қайтадан Ахметтің сол Маса өлеңін мысалын еске түсіреді, өлең мысалын. Сол сәттер де бір ерекше болды да. Қарап тұрса сол серияның өлімнің соңғы жағы ғой. Бірақ Саңғытов онсыз да ұйықтай алмай жүрді ғой, шынымен басында қатты қинап, зерттеп жүрді, соңында Ахметтің бүкіл шығармашылығына көңіл ауды, расымен соңында өзі де мойындайды ғой. Болды, мен оны тергемеймін деп. Сол сәттерде оның Масамен күшті келтірдіңіздер де, Масаның ызыңымен, бұл сол адамды оятты деген сияқты қалып. Бұл да бір алдын ала ойластырылған нәрсе ма? Әрине, ондай ойластырылмай нәрсе жасау мүмкін емес. Кейде ғана болады, бір адамдар өзің байқамаған нәрсені былай ғой деп айтып отыратын, есімде жоқ. Ондайлар бар, ол кезде бір шынымен деп күлеміз. Ал мына жерде ол Маса линиясы өзі басынан бастап жүреді. Кішкентай Ахметтің өзін жаңағы Маса жыланнан құтқарады. Ол енді өзінің мысалы ғой, жаңағы қойшы ұйықтап жатқан қойшыны Маса оятатын өз мысалы. Соны өзімен байланыстырып әкелдік. Сол Маса линиясы ақырындап жүреді да, бұл сап болды дейді бұны неде, кинода. Сонда ол да бір
шешуші деталь атқарады, рөлін атқарады. Оны да енді байқайтын көрермен бар, байқамайтын көрермен бар. Біреу байқап жатса, оны қуанамыз. Байқамай жатса, оны айтпаймыз енді, мына жері былай еді деп. Өйткені өзінің нәрсеңді өзің түсіндіріп отқан ол жақсы біз. Ахмет ұлт ұстазында да, Оян қазақта да біз бір байқамай кеткен, біз көрмей кеткен қандай да бір детальдар бар ма? Сіздер акцент қойған. Енді байқамай қалмаған шығар, бірақ айтылмаған нәрселер бар. Мысалға анау біз қазақ газетін әдейілеп тұрып бастырдық. Былай қараған кезде бір дайын газет алған сияқты көруі мүмкін. Біз оны қаншама дана қылып тұрып бастырдық, көзбен көрінсін деп ше. Міне қазақ газеті осындай болған. Және оны редакцияға әкеліп, сол жерде бүктеп, сол жерде қолма-қол таратқан. Оны жаңа Бәдіре Сафананың несін жапсырып жатыр, жаңа адрестерді жапсырып жатыр, Ғайни Жамалдар оны бүктеп, дайындап жатыр. Сол жерде андай нәрсе бар. Бір мақаланың орны бос. Бұл шынымен де архивте, мысалға сондай газеттер бар, кейбір мақаланың орны бос шығады. Бұл патшалық цензураның былай визуалданған көрінісі. Оны айтып жатқан жоқ. Цензура алып тастайды болды, сен ештеңе істей алмайсың оған. Ол кезде енді қазір компьютерлік заман емес, орнына бірдеме қоя салмайды. Сол үшін ол солай ақ болып кетеді. Бос болды. Сол жерде айтады ғой, жылтыр бас болып тұр ғой мына жер деп. Жылтыраған бас болып. Тазы басы ұқсап тұр ғой. Немесе Оян қазақтың мысалға айттым ғой, сенімді болу керек, ауызша айтылмау керек. Оян қазақтың 500 данасын қолмен жасадық біз тағы. Ана жерде нету үшін ондай жоқ, ондай жерде таба алмайсың. Соны архивтен алып, оның түрі қандай болған алып, ондай баспаларда жоқ қазір. Бірақ жерде бар, Алматыда, ол қымбат. Мысалға сондай нәрселер деталь бұлар. Бұлар ғана сенімділікті күшейту үшін. Немесе жаңағындай енді өзіме бір акцент қойып ұнаған бір жер ана кім ақталған кезде әкесі қайтадан өзіне қарай жүгіріп, машина тоқтап қалып, әкесі өзіне қарай жүгіреді ғой. Бұл жерде мен ойлап қалдым, көрермен осыны әкесі шынымен түсіп келді ме деп ойлап қалған жоқ па екен. Бұның ана қыздың өзінің бір қиялындағы әкесімен қауышу екенін түсінді ма, түсінбеді ма, мен білмеймін. Бірақ өзімше осы жерге сондай бір не қойған. Өзіме мысалы әсер етеді сол жер. Ол жерде басқа түсірілу керек, бірақ сонда да сол жердегі ана Міржақыптың машинадан түсіп бері қарай жүгіргені шынымен солай болғанда ғой деген бір арман ғой. Ол Гүлнардың да арманы, ол біздің де көрерменнің де арманы солай да. Бірақ олай болған жоқ екенін білген кезде сенің көзің жасы шығады. Сондай бір сәттер бар. Енді кейбіреулерін айтады, кейбіреулерін бұл енді ауызбен айтылып, пікірлер айтылып жүргенмен талданып жазылған жоқ. Жаңағы сәтті шынымен қайтадан келетін кезін басында бүйтіп ойлап қалдым да, мен дұрыс түсінбей қалдым ба деп бір кішкене кідіріс болып, сосын барып түсініп кеттім. Бұл шынымен Гүлнардың өзінің ой ана ақталған кездегі қауышу. Өйткені дәл сол кезді біз басында немен береміз да, шын қалай болған, кетіп қалды, әкесі тоқтаған жоқ. Соңында ақтал деген хатын алған кезде оны қайтып келген. Енді бір камера қозғалыстары бар негізі ол жерде, анандай линияны кесу деген сияқты бір киноның өз тілінде нәрселер бар. Бұл жерде біз сериал ретінде қараған жоқпыз. Мысалы Ахметте біз әр сахна әртүрлі түсірілсін деген өзімізге не қойдық. Восьмерка деген бар ғой, осы сияқты, мысалы сіздің бір камера, мен бір камера, вообще бір камера алса, негізі бір сахнаны түсіріп шығуға болады. Кесіп ауыстырып қоя береді. Бірақ біз ондай нәрседен қаштық, мысалы. Сондай визуалдарға бой жүгірдік. Тіпті мысалы ана handheld'тың да өзі кинода көп жиі қолданатын тәсіл. Оны да мысалы былай адамдар қаншалық дәрежеде түсініп, визуалды стильдік таңдау екенін аңғарған білмеймін. Ахмет ұлт ұстазында да, Оян қазақта да байқағанымыз, біздер мынадай ғой, байлар дегенде, қазақтың байлары дегенде бізде бір негативті ой тұрады да. Бір жаны ашымаған сияқты, енді бұрынғы шығармалардан болсын қалып қойған ой ғой. Ал осы сериалдарды көріп отырған кезде, мәссаған біздің қазақтың байлары кәдімгідей жанашыр болды. Ол жерде кетіп қалғандар болды, сенбей, сен бізді өйтіп азғырма деп кетіп қалғандар болды. Бірақ көбісі ана жерде өзінің малын беріп,
қойын беріп жылқысын беріп қаншама көмектескен болды. Сол арқылы тіптен түрмеден де абақтыдан да шығарып алды деген сияқты Ахметті. Сол арқылы сіздер байдың образын, қазақтың байының образын бір жақсы жасап шыққан сияқтысыз. Иә, бұл да бізге керек тақырыптардың бірі қазір. Тіпті қазақ байлар туралы арнайы түрде дүние жасау керек негізі. Өйткені байлар институты деген ол қазақ қоғамда үлкен рөл атқарған нәрсе, тұлғалар, бұлар менеджерлер ғой, жатқан кезде. Бұлар жұмыс берушілер, бұлар бір рудың, бір аймақтың жаңағындай жоғын түгендеген адамдар, осыл адамдарға жұмыс берген. Енді Совет өкіметі орнаған кезде жаңағындай коммунистік идея, бәрі тең болу керек, байлар жойылу керек деп оларды құбыжық етіп көрсетіп, малдарын тартып алып, бәріне тең болу керек деп жаңағыдай жасанды идея ғой енді ол. Және соны бір ақтау үшін, адамдар соған бір емін-еркін бару үшін, аналарды құбыжық оңбаған жексұрын жауыз қылып көрсету саясаты жүзеге асты да, ол инерциямен осы күнге дейін келді. Кім жаман, бай жаман. Біреу байыса, бір өз еңбегімен емес сияқты. Теріс жолмен байған сияқты. Біреу кедей болса, ол бір адал болған үшін кедей болып жүрген сияқты. Психология қалыптасқан. Ақылымызбен біз кейде оны дұрыс емес екенін білсек те, біздің ана геніміздегі сол бір информациялар әлі күнге сондай не шығарып тұрады. Ал қазақтың байлары кезінде мысалға Алаш қозғалысы болды. Алашорда жаңағы Алаш партиясы құрылып, Алаш автономиясын жариялап, Алашорда үкіметін құрды. Ол Алашорда үкіметінің өзінің бюджеті болды. Олар әскер ұстау керек болды. Олар жаңағы жер-жерде жиындар өткізді, сайлаулар өткізді. Соның барлығына ресурсты сол қазақтың байлары шығарған. Мысалға, дерек бар, 17 жылы желтоқсанда 2-ші алып қазақ съезі өткен кезде, Алашорда үкіметі құрылған кезде әдеп бір бай 12 мың сом ақша береді. Мен аты жөнін ұмытып қалдым. 12 мың сом ақша береді, сонда біздің қазіргі бюджетімізде 12 мың сом ақша бар дейді. Ол әрине үлкен мемлекет үшін аз ақша, бірақ сөйтіп басқалар да сөйтіп қосылады. Сол мысалы білдей мемлекет сол байлардың қаржысына тұрған. Немесе жаңағы қазақ газеті шыққан кезде де жер-жерден жылу жинап, байлар өздерінің қаражаттарын беріп, сол арқылы газет шықты. Біздің мысалға Баймұхамед Қосшығұлы деген кісі болған да, қазіргі Астанада, Ақмола. Сол жерде олардың Қараөткел дейді ғой. Үлкен кәмпит тоқаш фабрикасы болған. Алғашқы кондитерлер. Олардың жасаған кәмпиттері патшаның алдында, сарайында апарылған. Оның бір баласы ең алғаш қазақ даласында көлік айдап келді деген дерек бар. Қаражан Үкібаев деген кісі телеграф салдырған Семейде. Мысалға Абай журналы, Сарыарқа журналы, газеті сол байлардың ақшасына шығып отырған. Сондықтан ол байлар институты дұрыс жағынан көрсету керек, және қазіргі байларға соларды бір үлгі қылып көрсету керек. Қазірде біздің енді әртүрлі байдың байы бар ғой енді. Сол бір жауапкершілікті сезініп жүрген бай бар. Немесе басқан гүл болмасаң гүл бол деп жүрген байлар да бар болуы мүмкін. Солардың бір ішкі несін жаңағы ішіндегі бір ұшқындарын оятатын болса, ол біреуге бөліп бер деген мәселе емес. Бірақ осындай ұлттық мәселе, мүдде тұрғысынан, жаңағыдай бір ғылым, білім жағынан солар қалай бір әрекет етті, сондай бір әрекет ететін болса, ол да бір үлкен, былай бір қозғалыс болатын еді. Серпіліс болатын еді. Расымен осы неден кейін ойланып қалдық та, осынша газеттің шығуына, осынша жаңағы тіптен Ахмет атамызды абақтыдан алып шыққан кезде таңғалып қалды. Бұл қалай уақытына мерзімнен бұрын қалай шығып бара жатыр деген кезде жылу жинап алып шығып жатыр деген, орнына ақшасын береді, солай Ахметті босатады деп. Сол сәттерде бұл жерде де солай ақшасы көп адамдар, байлар сол кезде көбірек үлес қосқан байқауға болады. Сол кезде кепілдік деген нәрсе болған, кепіл беріп шығарып алу. Ана Құнанбай фильмінде Барақ Құнанбайға кепіл беріп, Құнанбайды шығарып алады ғой. Оның алдында қанша екеуі былай бақас болып жүрсе де. Сол сияқты кімді Міржақып 11 жыл түрмеге қамалған кезде 12 жылы сол байлар кепілдік беріп Міржақыпты шығарып алған. Мысалдар бізде көп. Немесе жаңағындай Әлихан түрмеде жатқан кезде барып түрменің қасына бие байлап
қымызын апарып етін апарып неткен байлар болған, жаңағы жағдай жасаған байлар болған. Негізі көп нәрсе назар аудартады сериалдарда. Сондағы мінез құлықтары да, соған мән беріп отырасың. Мінездері қалай өзін ұстап тұр. Мысалға Ахмет атамыз өте сабырлы болған байқауға болады. Өте сабырлы. Сен Мұхамедиярды қуып шығатқан кезде де сырт киім беріп жібер деп, қыстыгүн ғой тоңып қалар деген сияқты жанашырлығын сондай байқауға болады да. Қанша өзін сатып кетіп тұрған адам ғой, соның өзіне жанашырлық танып тұрады. Ал Міржақыпты да мен сабырлы Міржақып атамызды да сабырлы екен, қатты сабырлы екен байқауға болады. Өйткені қандай бір қиын кездер бар, сөзбен шағып сол жерде шап беріп шығуға болады, бірақ олар менің ойымша артында халықты ойлап тұр да. Ертең артық бірнеке айтып немесе сөйлеп қойса, мына жерде артында халыққа зиян тиетінін біліп тұр. Сол үшін кішкене болсын ойланып сөйлеу, дипломатиялық қарым-қатынас деген нәрселерді сол кісілер қатты меңгерген сияқты, және ол сериалда ашыла білді деп ойлап отырмыз да. Мінез құлқы басқасы болсын. Жалпы сол мінез құлқын сіздер алдын ала барлығын ойластырасыздар ма, осылай болу керек деп, әлде сценарий жазу барысында пайда болды ма? Бұл кісінің негізі образ осындай екен деген сияқты нелер. Енді бір адамның мінезін сипаттайтын бір ауыз сөз болады кейде. Мысалға Ахмет қасындағы адам өзі бастап сөйлемесе, күні бойы сөйлемей отыра беретін адам еді дейді. Ол үнемі ойдың үстінде жүрген адам ғой. Жаңағыдай нәрсені бәрін жасау үшін адам үнемі ойдың үстінде болған болуы. Егер галоп тапсырсам, мысалға Ахметті интеллекшн бірінші орын болуы мүмкін. Интроверт болуы мүмкін. Сондықтан әрине ол бүкіл өзі бірінші кезекте ол кейіпкер. Бүкіл дүниені алып шығатын нәрсе ол кейіпкер. Кейіпкердің мінезі, оның behavior дейді ғой, өзін ұстауы, мінез құлқы, бұл оқиғаны алға қарай сүйреп отыру керек. Оқиға оны өзгертпеу керек. Керісінше ол оқиғаны ходын өзгерту керек, кейіпкердің несі. Ал енді кімде? Міржақыпты Міржақып от дейді. Жанып тұрған от дейді. Бізге жаңағыдай фильм осы түсірейін деп жатқан кезде, жазып жатқан кезде Міржақып от қой деп ақыл айтады да, от қылып шығару керек. От екенін білемін, қалай от қыласың енді? Мәселе сонда ғой. Қалай көрсетеміз деп. Иә, ол от еттен титрмен жазып қоймайсың ғой от деп. Оны бір көріну керек қой. Сол кезде оның жаңағындай, әсіресе ұлт ұстазында Міржақыпты қызбалау екені көрінеді бәрібір. Оның қызба жаңағыдай бір мінезі, от мінезі көрінеді. Сол арқылы әдейілеп біз контраст жасадық. Бірінің фонында бірі айшықталып тұру керек. Міржақыптың сондай бір қызбалығында Ахметтің өте салмақтылығы көріну керек. Бәрі нәрсе салыстырмалы ғой. Керісінше Ахметтің салмақтылығы қасында Міржақыптың кез келген нәрсеге бас тігуге дайын тұратын бір әрекетке бейім тұратын мінезі көріну керек деп. Сол арқылы бір кішкене былай ашып алдық та, одан кейін енді әр сахнада сол ойында бұл қалай әрекет етеді. Ахмет бұл жерде басқаша істер еді, Міржақып болса басқаша істер еді деген сияқты нелер тұрады. Мысалға енді бәрібір бұл тарихи дүние дегенмен оны жаңа айтқандай әр сахнасы бір жерде жазылып тұрған жоқ қой. Оны ойлап табасың, оның комплексін жасайсың, оның сөз саласың, оған қимыл бересің. Сол кезде сол өзінің жаңағы кейіпкердің бұл не істер еді деген сұраққа жауап бере отырып ары қарай дамытасың. Оқиғаны құрастыру арқылы. Сосын көпшілігіне ұнаған нәрсе шығар, ол музыкада. Бұл жерде оқиға барлығы қызық, жылап отырасың, қиналып отырасың. Соның әсер етіп отырған музыкасы кәдімгідей екі сериалда да, біреуінде қателеспесем Ұшқын Жамалбек, екіншісінде Нұрболат. Ол Нұрболат өзім досым. Мен көрген сайын мен жылап отырған жазып жүремін. Мен рахмет саған, мен жылап отырмын деп, көріп отырып жылап отырдым деп маған рахметімді айтып жіберемін әр көрген сайын. Сол сіздер қалай оның өзіне бір бөлек бір мән берілді ғой енді музыкаға. Айтқым келгені, жалпы бұл жерде кино, сериал дегенде, ол міндетті түрде міне осындай оқиға, оның актері мындай болады, сценарий былай жазамыз деген нәрсе емес та. Ішіндегі сіз айтып жатқан, бағанадан бері айтып жатқан қаншама деталь бар, осындай музыкасы бар, әр сахнаға сәйкес келетін әні бар деген сияқты. Негіз бір нақты бір талаптар болды ма? Міндетті түрде осындай ән болу керек, немесе осындай күй болу керек деген сияқты жазылу кезінде. Қалай жұмыс істедіңіздер ол композитормен? Тіпті білмейсің, сен көрмей тұрып. Нұрболат Қыдырбаев, ол өте талантты жас музыкант, қобызшы,
Жұмат мектебінде Қашатайынан оқыған. Енді Ұшқынды да былай көрермендер білетін шығар. Ол да талантты музыкант, композитор, әнші. Әсіресе мына Алтай өңірі өзі туып өскен жері сол Құлжа, Алтай болғаннан кейін былай бір қазақылықтың екеуіне де қазақы саз сіңген адамдар да. Және академиялық білімдері бар. Сондықтан бұлардың бұл жерде жүру кездейсоқ емес. Олар да бізбен бірге дайындалады. Жаңағындай сценарий кезінен бастап оқиды, сол атмосфераға кіреді. Кейбір кезде енді бір референстер беруіміз мүмкін, мынандай фильм бар деп соларды көріп алу керек деген сияқты. Алғашқы бір сахналар құралып бастаған кезде біз оларға жібереміз, мынандай нәрсе түсіріліп жатыр. Сөйтіп олар ақырындап жаза бастайды, құрастыра бастайды. Біз енді тыңдап, кейбір өзгерістер болса айтамыз. Мынаған келеді екен, мына жерге мынандай нәрсе кульминация керек екен деген сияқты. Солай ақылдасып отырып жұмыс істейміз. Ең соңында жаңа музыка үстіне қоятын кезде кәдімгідей бірге тізе қосып, монтажер бар, бәріміз отырып, ақылдасып отырып жасаймыз. Мына жер музыкасы кету керек. Мына жерде тек қана даланың дыбысы болу керек. Мына жерде музыка керек деген сияқты. Және біз андай қазақ екен деп тек қана күйлерді немесе бір қазақ аспаптар емес, бәрібір қазіргі заман адамының қабылдауы басқа ғой. Олар классиканы тыңдаған, қазіргі жазды, блюзді тыңдап жүрген адамдарға солардың талғамына да сәйкесетіндей бір сол қазақы дыбыстарды заманауи мүмкін бір элементтермен беруге тырыстық. Қобызды мысалға неде көбірек қостық бір жақта. Қобызды, бірақ мен айтып Нұрболатқа, сен қобыз ойна, бірақ қобызды жаңағыдай ықылас дүкеніңді қорқыт емес, кәдімгі басқа аспап ойнап отқандай, скрипка ойнап отқандай ойнашы. Сонда қобыздың үнімен мына бір әдіс тәсілдер үйресіп басқа бір нәрсе шығатын шығар деген сияқты. Домбыраға да байланысты да сондай. Керісінше европалық аспаптармен қазақ ойнашы дегендей бір сондай бір шамамыз келгенше бір комбинация жасауға тырыстық. Иә, ол үннен де байқалатын сияқты естіп отырған кезде. Мысалы андай бір кульминациялық момент сәттер болады ғой жаңағындай. Сол кезде қобызды аңыратып оны бір сабалап ойнаған кезде басқаша бір не пайда болды. Әсер етеді. Енді біздің бүгінгі 31 мамыр біздің сұхбатымыздың уақыты осыған сәйкес келген екен. Бүгін саяси қуғын-сүргін құрбандарын еске алу және ашаршылық күні деп атап өтіледі. Ал осы жерде кей жағдайда бір сұрақтар болады да. Неге екі күнді былай қарап тұрсақ, екеуі де екі бөлек дата ғой, негізі сөйтіп аталу керек деп ойлайды. Сіздің көзқарасыңыз қандай? Екеуін біріктіріп ашаршылықты да, саяси қуғын-сүргін құрбандарын да осылай атап өткен дұрыс па, еске алып өткен, әлде әр қайсына бөлек күн беру керек пе? Оны ойланбаппын енді. Бірақ осы бір күннің өзін бір тиісті деңгейде атап өтіп, мәселе тек ресми дәрежеде атап өтуіміз, адамдар соны сезінетіндей, жай қарапайым көшеде кетіп бара жатқан адам бір күн болса да енді бір руханият төңірегінде жүрген адамдар немесе тарихшылар оны ешқашан ұмытпауы мүмкін. Ол күн болмаса да жаңағындай тиісті дәрежеде сол нәрседен сабақ алып немесе соған бір ой жүгіртіп жүруі мүмкін. Ал көшеде кетіп бара жатқан адам осы күн осындай күн екен, осы күні осыншалық адам қырылған екен, осындай адамдар атылған екен, ол адамдар кім болды екен, неге атылды екен, неге өлді екен деген бір ойға түссе, соның өзі аз емес негізі. Бір күннің өзін біз жақсы бұқаралық сипатқа ие қылар алсақ, бұл жердегі мақсат жалпы осы біздің жасап жүрген ісіміздің барлығы негізі тарихи сананы ояту ғой. Ол біздің Ахметті білуге біз мұқтаж емеспіз. Қай жыл туды, қай жыл қайтыс болған, ұбт-да болмаса біз өмірімізде қажет болмауы мүмкін. Немесе ол адамдар біздің еске алуымызға мұқтаж емес. Бірақ мәселе содан алатын бір сабақ, содан алатын мүмкін мотивация, мүмкін бір өзіңді өзің қайрау деген сияқты пайдалар ғой. Ахмет мынаны істепті, мен не істедім деген сияқты бір сұрақтар тууы керек та. Сондықтан бұндай күндердің мақсаты біздің тарихи сананы ояту. Тарихи сана оянып, біз кімбіз жалпы? Кім болдық? Қазір кімбіз, енді қайда бара жатырмыз деген сұрақтарға жауап ала алсақ, бұл нәрселердің бәрінің мақсаты осы деп ойлаймын. Иә, осы сериалдарды көрген кезде жаңа сіз айтқандай, мен не істеп жүрмін, былай қарап тұрсақ, ол кісілер
біздің жасымызда, бізден де жас кезінен бастап осы нәрсеге кіріскен ғой. Ұлттың қамы, ұлт үшін қандай тіптен сөзді ойлап табам деген жаңағы жанашырлықтың өзі кәдімгідей жүректі елжіретеді. Сосын ойланасың, мен не істеп жүрмін, біздің қатарластарымыз солай ойлана ма екен деген сияқты ой туады. Және мотивация деп айттыңыз ғой, Ахмет атамыздың 2 сағат ұйықтап, жұмыстан кейін қайттан оянып, келіншегі оятады ғой, тұрыңыз, ұйықтап қалдыңыз деп. Ертерек оятпадың ба деп, сол 2 сағат ұйқыны қандырғаннан кейін қайтадан кітап жазу процесіне кірісетіні. Қайтадан бәрібір ол кісілерде жаңағыдай қалай осының бәрін үлгерген, абақтыда жүрді, қалай үлгерген деп ойлаймыз, бірақ сол кісілердің ұйқысын қиып, осы нәрседен істегені шынымен мотивация болатын сияқты. Қазір енді мотивация деген сөз трендте ғой, жастардың барлығы біледі, кез келген дүниеде мотивация алуға болатынын біледі. Бұл сериалдан сол кісілердің еңбектерін көріп отырып мотивация алуға болатын сияқты. Тағы да бір сондай бір тұстары болса, немесе болашақта мынандай бір тұлғаның осы нәрсесі арқылы мотивация берер едік деген сияқты бір ой бар ма сізде, бір болашаққа бір жоспар ретінде? Өзі қазір мотивацияның өзінде әртүрлі қарастырып жатыр ғой. Бұл мотивация деген тез сөніп қалатын нәрсе деп. Тез сөніп қалатын нәрсе. Уақытша ұшқын деп. Ұшқын. Бұл жерде қазір миссия дегенді ұсынып жатыр мысалы. Қазіргі психологтар болсын, қазіргі сол саланың мамандары. Әсіресе Данияр Жігітбек мысалы соны өте жақсы айтып жүр. Ол туралы да сөйлестік. Жалпы адам өзінің миссиясын тапқан кезде ол сөнбейді. Ол бітіп қалмайды. Ол жеттім ғой деп қалмайды деген сияқты. Бұлар өз миссиясын тапқан адамдар ғой. Сондықтан оларға бір мотивация, стимул, ондай нәрсе керек болмаған. Бұл Ахметтің жаңа 2 сағат ұйықтайтын ол бар дерек шынымен де. Гүлнәр апайдың кітабында тап солай айтылған, жұмыстан келеді. Енді Гүлнәр апайдың көргені бұлардың мына Совет өкіметі орнап, жұмысқа орналасып, орынборда кәдімгі тұрған кездері ғой, жұмыстан келеді. Содан кейін жаңағы 2 сағат мызғып алады да, қайтадан тұрады да жұмыс істейді дейді. Сонда өзінің жұмысынан сол әдебиет таншықты жазып жүрген болуы мүмкін. Жаңағындай терминдердің бәрін құрап жаңағы дамытып жүрген болуы мүмкін. Әдебиет біз көбінесе мына тіл біліміндегі терминдерін айтамыз, бірақ әдебиет танытқышта кәдімгі әдебиет теориясына, өнер теориясына қатысты қаншама мысалы ойлар бар ғой оның ішінде. Солардың барлығын сонда 2 сағаттық ұйқымен жасап жүрген болуы мүмкін да. Жасап жүрді ғой, анық нәрсе. Сосын жаңа ана сөз енді қашан қай кезде айта берсең де ескірмейді. Ана біреу айналам жаман дейді, қоршаған ортам жаман дейді, тұрған жерім жаман дейді, оның бәрі бос сөз, түрмеде жұмыс істеуге болады деген сөз, ол енді былай уникальный сөз да. Ол біз сондай қазір әсіресе біздің көп сылтауымыз сондай ғой, бірақ анаған жағдай жоқ, мынаған жағдай жоқ, уақыт жоқ. Білмеймін, көп не жасаймыз ғой, мысалы бір саябақ, тіпті керек болса саябақта отырып жұмыс істеуге болады. Кім мысалы саябақта отырып жұмыс істеп жатыр мысалы? Офис жоқ деуіміз мүмкін, үйде андай деп айтуымыз мүмкін да. Себеп те сылтау да табыла береді. Ана кісінің сөзі ешқандай себептің қабылданбайтынына бір дәлел да. Расымен содан көргеннен кейін жаңағыдай көрген адамдар өзі сөйтіп ойланған шығар деп ойлаймын. Не істеп жүрік деген сөз бәрібір бір миға келеді да, ойға оралады. Не істеп жүрік деген сияқты. Мысалы ғана Міржақыптың бұлар съездер өткізеді 17-ші жылы. Сол кезде жаңағы омбы съезін жасайды да, омбыда сосын атпен арбамен Семейге қарай кетеді. Сол кезде жаңағы өзі жетпей жатып бір мақаласы сол съезд туралы Сарыарқа газетіне, бір мақала Қазақ газетіне шықты дейді да. Онда ол қалай жазды, қалай жеткізді, андай барып аспай жазайын деген емес, аттың жалы түйенің қолында жүріп мақала жазып соны неге шығарып сөйтіп жұмыс істеді ғой адамдар. Редакцияда болған жоқ. Бізде қазір редакцияда болу, кабинетімізде болуы мүмкін, бірақ олай жұмыс істемей жатқан болуымыз мүмкін. Бәрі сол миссияға, ойға, мотивация деген не? Сол миссияға келіп. Солардан енді қарап, адам енді бір өзіміз қамшылауымыз керек шығар деп ойлаймын. Біздің мақсатымыз да сол негізі. Негізі түпкі осыларды жасаған кездегі мақсат әйтеуір өзімізді қамшыласақ, басқалар да соны көріп, бір өздері бір жігерленіп, бәрі сілкіп тастап, ал деп бір кіріссе деген сияқты ой ғой. Ал сіздің миссияңыз не? Өзіңіздің алға қойған?
жетелейтін. Мен енді бір миссия мынандай деп бір пафосты сөз айтудан аулақпын. Бірақ анадай бір ой түйдім да өзіме. Жалпы қай бір жаспен мүмкін біздің ортамыз сондай ма, қай бір жаспен сөйлессең бәрінің көкірегінде бір нәрсе бар да негізі, бірдеңе жасау керек, бірдеңе істеу керек деген ше, бірдеңеге жету керек деген. Бірақ әрқайсысы кейбіреуіне сенімділік жетіспейді, кейбіреуіне еңбекқорлық пен пунктуальность жетіспейді, кейбіреуіне жалпы не істеу керек екенін табу жетіспейді. Сөйтіп көп адамдар жаңағыдай бір тіршіліктің бір несіне көміліп қалып жатыр да, күнкөріс деген сияқты. Негізі ол қай-қайсысы болса да істеп жүргеннен артық бірдеме істей алады. Соны бір оятса деп ойлаймын да, соны бір-бірімен біріктіріп жіберсе, бірінің жаңа жетпей жатқан жерін бірін толықтыратындай қылып бір дәнекерлеп жіберсе, соларды оятып жіберсе, соларға сенім беріп жіберсе деген сияқты сондай бір ойым бар. Оның бір ниетім сондай. Мүмкін кинолар арқылы, мүмкін осындай сөздер арқылы мүмкін жүзеге асатын шығар. Сол нәрсе жетіспей жатқан шығар деп ойлаймын мен. Өйткені қол жайып неге билік жастарға көңіл бөлмейді, неге қазаққа бүйтіп қырын қарайды, неге анаяққа не бөлінбейді, мынаны қашан істейді деген сияқты қылып жылап отыратын адамдар мен ұнатпаймын. Жанын жек көрген адамдар. Қазір бір жылайтын заман емес менің ойымша. Иә, өзінің бір күйі үшін жыласа болса, бірақ бір ел үшін күңіренгендей болып отырып жылайды да жаңағы, неге бізде анандай жоқ, неге бізде мынандай жоқ. Сен жаса соны, жоқ нәрсені. Өйткені бұл жаңағы сол кездегі кісілер ол бір анадан артықша туған адамдар емес олар. Олар бір супер қаһармандар емес. Олар соны көрді да істеу керек екен деп істеп кетті да. Біз де соны көрейік, бір нәрсе жетпей жатыр ма, соны біз істейік. Ал қалай сен бір қадам басасың, бір кішкентай қадам жасайсың, ары қарай өзі-ақ алып кетеді сені. Ары қарай сен өзің-ақ соны жүгіріп кетесің сол жолда. Және ол нәрсе сенің бір энергияң шығынамайды, керісінше саған ол энергия береді. Және ол сенің жаңа потенциалдарыңды ашады. Одан сен бір кедей болып қалмайсың, қосымша бір жұмыс істегеннен да. Керісінше байытуы мүмкін сені. Сондықтан мен айтамын да, бұл айналып келген кезде өзіңе жақсы болады. Бір қосымша бір жауапкершілік алып бірдеңе жасағаның. Сол жастар деп айтып жатыр ғой. Осы сериалдарды негізі көбірек жастар көрсе деген бір ой туады. Ол бір қазір де көріп жатыр ғой, көріп жатқан жоқ емес, бірақ сонда да бұдан да көбірек көрсе, өйткені бірақ оған сәл бір нәрсе кішкене бізде андай ғой, тарихи дүниелерден әдеби тарихи дүниелерге бір кішкене жүрексіну бар да. Бір дайын емес сияқты сезім болатын. Көруге ма? Иә, көруге. Бір білім керек, бір оған бір тоқыған адамдар көретін сериал, сондай фильм деп қарау мүмкін, сондай кино деп. Бірақ керісінше, өйткені мен өзімде сондай болған байқадым да, ол көрмей тұрып, менің ойымда болатын, тағы да бір кішкене көбірек бірдеңелер оқып алу керек деген сияқты, білмеймін ол қайдан пайда болған ой екен, сосын көрем деген. Бірақ қалай көріп кеттім? Жоқ, мен неғып көрмеген, бірден бастап көре беруім керек, шыққан бетте деген сияқты ой болды. Яғни кейбір жастарға бір сондай бір жүрексіну, тіптен осындай қолына көрсетіліп, мынаны оқы, көр деп тұрған дүниенің өзіне бір жүрексіну болып тұрса, сіз бір қандай қамшылайтын сөздер айтар едіңіз жастарға дәл осы әдебиет, тарих деген неге? Өйткені Алаш деп қазір көбірек қызығатын жастардың бар екенін мен достарымнан байқаймын. Ол Алашорданың зерттеушілер болсын. Бұрын ондай дүниені тек тарихшылар істейтін сияқты көрінетін. Қазір жоқ. Бір музыкант болуы мүмкін, бір заманауи музыкамен алса мүмкін, бірақ ол қызығатыны сол алаштықтар зерттейді да. Осындай нәрсесі бар деп айтып отырады. Қызығып көріп жүреді. Ал бірақ енді оған жете алмай жүрген де жастар бар ғой, ол деңгейге өте алмай жүрген. Сол жастарға не айтасыз? Бұл жерде енді жастар аудиториядан бұрын біз өзімізге бір дамытатын көңіл бөлу тиіс бір нәрсе бар. Ол жаңағындай бір насихатын дұрыстау керек. Мысалға мен өзім байқадым, бір-бірінен естіп көргендердің ішінде бір көре алмадым дегендер сирек. Бастаса, отырса, және бір андай бір жақсы немен отырса, көзқараспен, андай ғой, біреу бір рекомендация беріп, осыны ұсынып, өзі сыйлайтын адам. Соны көрсе, арай көреді. Тіпті бір қай компания екенін айтпай қоймын, бір ұлттық компанияның
маркетинг бөлімінің жетекшісі, орыс тілді бала екен. Сол айтты, мен шыққан кезде енді көп шығып жатыр ғой қазір, соның біреу шығар деп ойлап жүрдім дейді, көрген жоқпын дейді. Бірақ бір сыйлайтын бір адам мына көру керек деп айтқаннан кейін барып көрдім, түнімен отырып көрдім дейді, жыладым дейді. Орыс тілді бала ғой. Таң атқанша көрдім, жыладым дейді. Сосын жоқ, мынаны істеу керек екен деп мен жаңа барып нені қазақшалауға кірісе бастадық дейді да. Біз ана бұрын бір сол компанияның бір ұсынатын қызметтерінің аттары, сервистері, сайтындағы бір тұрған нелер бәрі ағылшынша, орысша болса, соны қазақша түсінбесе қасына орысшасын жақсыға қойып қояйық, бір қазақша тұру керек деп жасадым дейді да. Екінші бір көзқарас бар, мен келіспейтін көзқарас, ол мына нәрселер жастарға ыңғайлап жасау керек дейді да. Мен айтамын, қалай жастарға ыңғайлап жасайсың оны? Рэп қосайын ба ішіне, мен не істеймін енді оның ішіне? 91-ның әнін қосып қояйын ба? Немесе не болуы мүмкін ол? Мен төбелестірем ба, ұшырам ба олар? Неге бізде осы ана Линкольнді көріп алған бар, вампир болып түнде вампир аулайтын. Неге мысалы Ахмет ұшпайды? Мен айтамын, сен әлі жүретін Ахметті түсірмей жатып, қалай сен ұшыратын Ахмет? Не бычытып қаласың ғой сен оны? Бір ғана шетелдік бір фильм, соны мысал қылып аламын. Жоқ, ол қалай сөйледі, бәрі солай болу керек. Оларды бір жастар түсінікті болсын деп сен бір жасайсың қазір. Сосын не оны жастарын да көрмейді, не үлкендерін көрмейді, не мынаны сыйлайтын адамдар да көрмейді, далада қалады. Керісінше, кәдімгі мына талғамды, соны білетін, немесе үлкен жастағы кісілерге жасалу керек. Керінде жастарды соған әкелу керек. Сонда ғана ол нәтиже береді. Бірақ енді ол жасағаннан кейін мәселе оларға жеткізудің жауапкершілік бізде. Аналарға алдын апарып, қазір алдын апарып бермесең көрмейді. Қазір деп қанша жерден былай айтқанмен, ол адамның алдына шығу керек, және ол оған деген бір сенім пайда болу керек ода. Мына бір дұрыс нәрсе екен деп, осыны көрім керек екен деп. Сол жағы жетіспей жатқан шығар деп ойлаймын. Бізде көптеген фильмдер, бізде жалпы маркетинг деген нәрсе, жарнама, пиар деген нәрсе өте нашар. Әсіресе мына қазақ тілді өнімдерде өте нашар. Үлкен фильмдер шықса да, жаңағындай сериалдар шықса да, ол кәдімгі қаржы бөлініп тұрып істелетін нәрсе ғой, кәдімгі құлшынып тұрып істелетін нәрсе ғой. Арнайы мамандар, арнайы бөлімдер жасалатын нәрсе ғой, бірақ бізде ол жағынан өкінішке қарай үлкен фильм болса да, телесериалдарда болса да, жаңағындай көрерменнің алдына апарып міне деп көзіне шығып көрсететін маркетинг жоқ. Тек қана сол сарафанный радио бірінен бірі естіп қана таралып жатыр. Иә, жаңа сіз айтып жатсыз, супер қаһармандар не шығармай, солай қылып шығару керек еді Ахметті деп айтты деп. Былай сияқты, егер Ахмет Байтұрсынұлы жайлы, Міржақып Дулатұлы жайлы өте көп бізде база бар болса, фильмдерден, сериалдардан, ол кезде болады. Иә, бізде де мынандай толып кетті ғой, ол 20-сы бар, 30-ы бар, енді супер қаһармандар шығарайық десе, ол кезде болатын сияқты. Иә, дұрыс айтасыз. Бірақ оған жетпей тұрып, біз супер қаһарман жасап, сіз айтқандай, оны жас көрмейді, үлкен көрмейді. Сонымен қалып қойса, және оны сапалық та шығарамаймыз. Иә, ол да бар. Ол кезде шынымен іске аспай қалатын сияқты. Жастарға ыңғайлау деген мен түсінбеймін. Ол жастарға ыңғайлау деген білмеймін, ол қалай сонда? Ол моделін ешкім айта алмайды. Бірақ сын айтады. Мынаны жастарға лайықтап түсіру керек. Ол түсінбей қалатындай сөз жоқ деп ойлаймын. Жастар бір тіліне келіп тиісетін болса, егер тілін түсінбейді дейтін болса, көріп шықтым ғой, ондайдың сөз жоқ, бәрі түсінікті. Керісінше қызығасың да, солай сөйлегің келіп кетеді деген сияқты ғой. Бір қызығып, осылай да сөйлеуге болады екен ғой негізі, бірақ біз олай сөйлемейміз ғой қазір. Біздің тіліміз басқаша болып кетті деген сияқты. Керісінше жастарды жаңа айтқандай тартатын болса, ол кезде тілге дегенде құрмет, әдебиетке, тарихқа дегенде құрмет одан сайын артатын еді деп ойлаймын. Сосын осы жерде тағы бір есіме түсіп отыр. Сіздің осы жақында ғана сіздер сөйледіңіздер ғой, презентация жасап, осы Алматы қаласында. Мен өзім барған жоқпын, бірақ барған кісілердің маған көрсеткенмен көріп алдым да сіздің сөйлегеніңізді. Сол жерде сіз бір осы сериал көргенге байланысты кейс айтқан екенсіз, бір отбасы жайлы. Соны өзіңіз айтып беріңізші, мен айтып не істемей ақ қояйын, бір отбасының көшіп келуі жайлы. Иә, бір отбасы ақш-та тұрып жатқан, балалар сол жақта дүниеге келген, кәдімгідей табыс тауып, аяққа тұрып, жайлы өмір кешіп жатқан адамдар болып жатқан кезде, олардың Қазақстанға келу
келгеннен гөрі келмегені өздері үшін жақсы бір жағдайда жүрген. Бірақ өзіміз іштей бір нәрсе мазалап жүрген дейді. Осы дұрыс па, балаларымыздың былай андай материалдық болашағы үшін, ақш жақсы, рухани болашағы үшін бәрібір өзінің елінде болған өскені жақсы деген сияқты әрі-сәрі күйде жүрген кезде ол Ахметұлы ұстазын көрдік дейді да, сосын ойланған жоқ болса кетеміз деп айттық. Сөйтіп Қазақстанға көшіп келді. Ол мен өзіме айтқан солай деп. Нақты бір аспан алып отқан нәрсе емес. Сондықтан бұл да жаңағыдай мен сол презентацияда айттым, бұл бір керемет жасалғаннан емес, кемшіліктер өте көп ақ. Бірақ бұл сол адамдардың еңбегі, сол Ахметтің, сол Міржақыптың сол керемет жасаған еңбегінің нәтижесі деп айтуға болады, әлі де беріп жатқан жеміс деп айтуға болады. Біз тек әйтеуір соны барынша қолымыздан келгенше әйтеуір жеткізуге тырыстық, қолжетімді қылып жеткізуге тырыстық. Қызық, мен естігеніңізді таңғалдым. Қалай ол сол сериал әсер етіп келу деген, біздің мына жерде отырып эмоциямызды айтқанымыз ол ойнамай қалды деген сияқты болды. Ол көшіп келуге деген итермелеу. Күнде бір басқа бір қалада тағы бір жігіт сөйледі. Сол құзырлы мекемеде істейтін жігіт айтып жатыр да, сондай бір заңсыздықтың немесе коррупцияның шеті шыққан сәттерде ана кісілер ойыма түседі дейді да. Соны ұялам дейді. Олар өзінің қалтасынан шығарып, ел үшін бірдеңе жанынан шығарып салды, мен қалай елдің несін алам деген сияқты. Осы ғой міне, негізі оятатын нәрсе осы нәрсе. Сөйтіп әсер ете алу дейсіз. Ал енді көбіне оң пікір естіп жатырсыз деген ойдамын бұл сериалдар жайлы, бірақ қандай да бір сыни пікір көзқарастар болды ма, сыни тұрғыда айтылған? Ахметте болған, Торғайға неге барып түсірмеді, таулы жерде түсірген деген сияқты. Оны енді біз жауабын бердік сол кезде, мүмкіндікке байланысты болғанын. Торғайға барсақ біз мына жақта керісінше біраз нәрселер түсіре алмай қалатынымыз туралы айттық. Және мен өзім ұстанымымда да жаңағыдай шарттылық деген нәрсеге көбірек көңіл бөлем. Мәселе көрермен сену керек, бірақ мен деректі фильм емес бұл. Егер тарихқа қиянат келмейтін кез келген нәрсені өзгертуге болады деп есептеймін. Тарихқа, тұлғаға қиянат келтірмесе, енді дәл Торғайға түсірмегеннен Ахмет Байтұрсынның бір тұлғасы кеміп қалмайды, немесе қандай бір тарихи факт бұрмаланып кетпейді. Торғай екенін былай айтып тұрмыз, Торғайда болып жатқанын айтып тұрмыз. Сондықтан ол бір үлкен бір байбалам салатын нәрсе емес деп есептеймін. Қолдан келсе, осы жолы Қызбелге барып түсірдік. Сол кадрлар, сол Қызбелдің кадрларымен басталды. Сондықтан ол жағынан риза шығар деп ойлаймыз. Енді сындар кейбір кезде баяу деген сын айтылады. Баяу, динамика жоқ деген сияқты. Жаңағыдай тілі ауыр дегенде сындар айтылады. Бұл енді субъективті пікірлер деп ойлаймын, әркімнің өзінің қабылдауына байланысты. Егер баяу болса, сәл жылдамдатып көруге де болады деген сияқты ұсыныстар айтуға болатын сияқты, 1x, 2x деген сияқты. Өйтіп көріп дегендер де болды. Енді ол әркімнің өзі. Мен өзімде кейде ойлаймын, мүмкін Ахметтің сәл динамикамен түсіруге болады. Бірақ сол кездегі менің сол кездегі қабылдауым, сол кездегі темпо, ритм, мен сол кезде солай көрдім сол нәрсені. Және бір анық түрде бір алғанымыз, мынау бейсаналы түрде әсер ету үшін, мысалы Ахмет өзі баяу, мысалы жаңағындай бір судың астын қағыс сияқты терең адам болса, ол жерде сондай болды. Бір кадр мен алып шықты, баяу, динамикасы баяу. Өзім солай деп өзіме не қойғам. Міржақып пен оның мінезіне байланысты ол жерде біз монтаж тез болды, мынандай жаңағыдай лайв камераны қолдандық біз. Үнемі камера қозғалып тұр. Бір жағынан ол сол Міржақыптың ішкі темпераментін көрсетеді, бір жағынан үнемі бақылау, сырттан бақылап тұрған нәрсе сияқты, көз сияқты нәрсе. Ерекшелік ретінде. Ал енді келесі кімді түсіресіз деген көпшіліктің көкейіндегі сұрақ шығар. Келесі кімді түсіру ойда бар? Немесе осылай жалғастырасыз ба, әлде мүлдем басқа жанрда түсіргіңіз келе ма, басқа тақырыпта? Мен енді бір нәрседе бүйтіп қалып
кеткім келмейді. Тек қана сол тарихи тұлға түсіретін адам ретінде. Келесі кім түсіресің деп сұрағанда айтамын ғой, мен дипломда сөйтіп жазылған. Жаңағыдай тарихи тұлғаларды 6 серияда түсіруге сондай мамандық бітірген деп жазылған деп әзілдеп жатырмын да. Неге кім деп сұрайсың, не деп сұрамайсың деп айтамын да. Сондықтан бұйырса ол нәрседен бас тартпаймыз. Бас сол мені қызықтыру керек, маған сұрақ тудыру керек ол нәрсе. Сонда ғана ол көрерменге жеткізе аласың ол нәрсені. Ал енді құр бас көз жоқ, алуым керек екен деп төпелеп түсіре бергеннен қадіріңді, тақырыбында қадірін кетіресің, өзіңде қадірін кетіресің. Сондықтан әзірше сол кішкене ойлану, қалай істеу керек деген сияқты процесстер жүріп жатыр. Біздің жамалу керек жыртықтар көп қой. Ол тек қана тарихи емес, осы заманауи фильмде де бір өзгерткім келетін, жасағым келетін нәрселер өте көп. Жаңа жастар деп енді көбірек айттық қой, пікірлер де келді деп, неге жастардың тілінде деп. Ал жастарға арналған деген сияқты бір өзіңіздің ойыңыздағы бір дүние бар ма? Осындай бір жасасам, жастар көретін деп. Жоқ. Балаларға арналған деген бар. Балалар, бейшара біздің балаларымызға қазір көретін нәрсе мен өте аз, тапшы. Мысалы мен жақында Қожаны көрдім, менің атым Қожаны көрдім. Сосын қазақ киносының ең шоқтығы биік туындысы осы шығар деп ойладым, ойға келді. Білмеймін, мен Қожаны Қыз Жібектен де басқасын артық көремін. Қаншама жыл болды, сол Қожаны мен деңгейлес былай тұрсын, маңына жуитын бірдеңе сұрамағанымыз мысалы өте өкінішті. Ол Қожа тек қана балаларға арналған емес, бұл үлкендер де көретін дүние ғой. Өте бір уникалды шығарма да. Бала да көреді, кәрі де көреді, жас та көреді. Көрсең жалықпайсың. Көрсең жалықпайсың. Неге? Оның қандай магиясы бар? Неге? Мысалы сол жақтан ойланып көру керек. Ол әрине Абдолла Қарсақбаев, Сұлтан Қожықовтар, Шәкен Аймановтар енді қайталанбайтын тұлғалар ғой. Бірақ біз өз заманымызда сондай бір өзгеріс жасауға неге талпынбаймыз? Неге бәріміз кассаға алып кеттік? Неге бәріміз фестивальға алып кеттік? Неге халықтық дүние жасауға бір тырысып жатқан жоқпыз? Неге бар? Ситуацияны өзгертуге тырысып жатқан жоқпыз? Бірін-бір кінәлау, ана дым түсініксіз кино түсіреді деп аналар кінәлайды. Аналар жаңағы кино емес, вайн түсіреді деп аналар кінәлайды. Ал вайн түсірмесе ақша таппайды мысалы. Вайн сияқты кино түсірмесе көрдік қой енді. Тәуір кино түсірсе ақша бармайды көрермен. Ал андай түсініксіз кино түсірмесе фестивальден орын алмайды. Түсініксіз дегенде ол түсінікті, ол авторлық дүние ғой, бірақ ол көрерменнің біз Қазақстанда не көрсетілмейді ол нәрселер. Не оны көрген адамдар оны бір байыбына қатты бармайды. Неге бұл тақырып, неге қозғап жатыр? Өйткені үйренбеген ғой. Сондай бізде бір қызық бір жағдай қалыптасып отыр қазір. Әңгімеңізге көп рахмет. Расымен киноны талқылай отырып, біраз не айтылды деп ойлаймын. Және көпшіліктің ойындағы сұрақтар қойылған сияқты, сіз де соған бір жауап бере алған сияқты болдыңыз. Сізге көп рахмет, шығармашылық табыс тілеймін. Егер қандай да бір айтып, бір соңын қорытындылайын десеңіз. Енді жалпы бұл сериалдар туралы өте көп айтып жүрміз. Бір жағынан қысыласың көп айтып кеткенге. Бұл әрине енді бір мінсіз, керемет дүние деп айтпаймыз. Өзінің кемшілігі бар, әттеген айлары көп, басқаша болса басқа жасар едім деген нәрселер бар. Бірақ енді адамдардың сол тұлғаларға деген сағынышы, сол кезеңге деген, солардың еңбектеріне деген бір құрметі арқылы да әйтеуір осы дүниелер бір көптің аузына ілініп жатыр. Мақсатымыз өнер туындысы дегеннен гөрі бұны бір құрал ретінде, бұны бір оқулық деп қабылдайтын шығар, біреу деректі фильм деп қабылдасын, айырмашылық жоқ. Қалай болғанда да әйтеуір сондай бір ішіндегі нәрсені түртетін дүние болса деген ғана ойымыздық. Рахмет, уақыт бөліп келгеніңізге, сізге шығармашылық табыс тілеймін. Біз халық сүйсініп көретін осындай дүниелеріңіз көп болсын деп тілеймін. Келесі кездескенше сау болыңыздар.